Келес ауданында отбасы бақыт мекенім атты тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы аудандық форум өтті. Форумға қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазықызы арнайы келіп қатысып, көпшілікке отбасы құндылықтары жөнінде әңгімеледі. Келелі пікір алмасулар өрбіті барысын әріптесім Қуаныш Амангелді жалғайды. Өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықтар дәріптеу, отбасы құрудағы жауапкершілікті ұғындыру, ажырасудың, отбасыдағы зорлық-зомбылықтың алдын алу және болдырмау негізгі себептерін зерделеу мақсатында ұйымдастырылған форум барысында алғы сөз Келес ауданы әкімі Жәнібек Ағбаевқа берілді. Аудан басшысы отбасыдағы зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытында жүзеге асып жатқан жұмыстарға тоқталып өтті. 2024 жылдың 1 тоқсанында ауданымыздың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің отбасын қолдау орталығына әртүрлі мәселелермен 67 азаматқа психологиялық көмек көрсетілді. Отбасын қолдау орталығы қызметі бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету және отбасы мүшелерінің әлеуметтік жеке дамуына жан-жақты қолдау көрсету арқылы отбасы институтын нығайтуға бағытталған. Аудан прокуроры Нұрлан Ешенқұлов құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен аудан тұрғындары да осы форумға қатысып отыр. Аудан прокуроры Нұрлан Ешенқұлов отбасы құндылықтары және құқық бұзушылықтарға қатысты қабылданып жатқан шаралар бойынша баяндап өтті. Дәл осы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесін оңтайлы шешудің жазылған заңдармен бірге бабаларымыздың әдет ғұрып, салт дәстүрі арқылы ұлттық тәрбие мен ұлттық мұратына арқа сүйесіп отырғанымыз мол. Ана мен баланың құқығы орынған жер назарында екенін бәріңізге естеріңізге саламыз. Форум барысында Келес халықтық театры тәрбие отбасыдан атты тақырыпта қойылым қойып, арнайы бейне ролик ұсынды. Сонымен қатар қоғам қайраткері, құрмет парасат ордендерінің иегері, тіл жанашыры Оразгүл Асанғазықызы жанұядағы берекенің сыры туралы ойларын ортаға салды. Қазақ айтады, отан отбасынан басталады. Біз отанымызды жаңартамыз, жаңғыртамыз, жасампаз Қазақстан жасаймыз десек, әрбір адам, әрбір отбасы жаңару керек, жаңғыру керек, өзгеру керек, және ол өзгеріс өзінің тамырымен байланысты болу керек. Қазақи құндылыққа, қазақтың отбасы қалай болды, соған қайта баруымыз керек. Соның керек жерлерін қазіргі заманға лайық келетін қайтадан жаңғыртуымыз керек. Отбасы құру деген бұл өте үлкен жауапкершілік. Ұлға да жауапкершілік, қызға да жауапкершілік. Бүгінгі шара жақсы өтіліп жатыр. Тәрбие жағынан өте жақсы сөздер айтылып жатыр. Оразгүл Асанғазықызы жақсы сөздер айтып, бәрімізді қуантты. Осындай шаралар бола берсін. Форумның соңы аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары дайындаған концерттік бағдарламаға ұласып, жиылғандар құнды ой түйіп, қажетті ақпараттарға ие болды. Қуаныш Амангелді, Сағындық Ислам, Сәт теле арнасының жаңалықтар қызметі.